Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен онсыз пешсіз дайындалатын банофи пай дәмешінің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен кремін дайындаймыз. Оған салқын кілегейді алып 3-4 минут миксерлейміз. Миксердің ең баяу жылдамдығынан бастап, ең жоғары жылдамдығына көшіп бастаймыз. Қант ұнтағы мен творожный сыр салып, тағы 3-4 минут шайқаймыз. Кілегеймен жұмыс істегенде ең бастысы кілегейіміз өте салқын болу қажет. Және де кілегейіміздің майлығы 33%-тен төмен болмауы қажет. Міне креміміз осылай дайын болады. Қою өте өзінің формасын сақтайтын қалыпта болады. Банофи пайдың основасына осындай печеньені алып блендерден ұсақтап өткізіп аламыз. Основасы үшін кез келген печеньені алсаңыздар болады. Мен бұл жолы хамле печеньесін қолдандым. Печеньесіне ерітілген майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бәлішімізді жинап бастаймыз. Ең астыңғы бөлігіне печенье ұнтағын салып, қалыптың формасын шығарамыз. Ол үшін стаканды пайдалансаңыздар болады. Ең астыңғы бөлігіне вареный сгущенка жақсаңыздар болады. Бұл жолы менде шоколадты паста болды. Шоколад пастасының үстіне кесілген банандарымызды салып шығамыз. Сіздердің қалауларыңыз бойынша грек жаңғағын ұнтақтап, осы бананның арасына үстіне жақсы салсаңыздар болады. Ұсақталған жаңғақтың үстіне екінші слой қылып банандарымызды салып шығамыз. Себебі менің бәлішімнің бортиктері биік болғандықтан екінші слой банан салуыма тура келді. Банандарымыздың үстіне шоколадты пастамызды жағып шығамыз. Мінекей бәлішіміз дайын болды. Шоколадты пастамыздың үстіне манағы дайындаған кремімізді жағып бастаймыз. Мен вупи пай насадкасын пайдаландым. Сіздер қалауларыңыз бойынша басқа насадкаларды қолдансаңыздар да болады. Бәлішіміздің ашық жеріне барлық кремімізді жағып толықтай шығамыз. Содан кейін сыртындағы қалбымызды босатып, бетіне қалауларыңыз бойынша какао ұнтағын қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей достар, онсыз пешсіз дайындалатын банофи пайымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, тіл үйреді. Сіздермен болған Орынбасар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көптен көп рахмет.